естіп отырмыз. Дәл осы жерде, дәл осы уақытта. Орнымыз бен уақытымыз тұрақты болғанмен айтарымыз сан түрлі. Эфирде Білгенге Маржан. Білгенге Маржанның бүгінгі айтары. Үтік таңдай білесіз бе? Мұрынға да күтім қажет. Майонезсіз ас қайда. Бірер секундтардан кейін көре аласыздар. Надай қызықты ақпарат. Үтіктің тарихы сонау тереңде дейді зерттеушілер. Біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырда ежелгі мысырлықтар киімнің қыртысын жазу үшін оқтауға ұқсас ыстық темірді қолданыппыз. Бізге таныс пішіндегі үтіктер 18-19 ғасырларда пайда болған. Олар пеште, газда қыздырылған деседі. Үтік сөзінің өзі көне түрік тілінен аударғанда отқа қоям деген мағынаны білдіреді екен. 19 ғасырдың қымбат үтіктерінің бірі спиртті түрінің құны 1 отар қой болыпты. Ал жеңілдетілген электр қыздырғышты үтікті Эрл Ричардсон есімді өнертапқыш жасап шығарған екен. Бұл үтік түрі алғаш рет 1882 жылы патенттелген. Бүгінде әлемде дәл осы үтікке арналған бірнеше мұражай жұмыс істейді. Солардың ең көнесі әрі үлкені Францияның Лонгвей қаласында орналасқан. Қазіргі таңда үтіктің неше атасы бар. Тіпті жақында сымсыз жұмыс істейтін түрде сатылымға шығарылды. Үтік эволюциясы мұнымен тоқтап қалмақ емес, өйткені қыздыруды талап етпейтін. Ультрадыбысты үтіктердің ауылы да алыс емес сияқты. Осы турасында әңгімемізді студия қонақтарымен жалғастырайық. Аты үтік, заты үтік, бірақ осы үтіктер турасында біздің білмейтініміз өте көп. Студиямыздың қонағы Сәуле қазір барлығын түсіндіреді және көрсетеді. Енді қандай түрлері бар және біз қалай таңдаймыз үтікті? Әрине, қазіргі кезде үтіктің үлгілері өте көп. Оның әрқайсысы табанына қарап, өзінің пардың қуатына қарап таңдау керек. Қазіргі кезде көбінесе табандары керамика дегендер шығып жатыр. Олардың жақсылығы ол өте тез қызып, жақсы сырғанауына қатысты. Енді бұрын, мысалы, жаңағы үтік ең алғаш пайда болған кезде темірді қыздырып отқа сөйтіп жаңағы үтіктейтін болған ғой. Енді қазір техника дамыды, қазір неше түрлісі бар. Арзан да бар, қымбат та бар. Қазір енді мен көріп тұрғанымдай, мынау бір ерекше үтік сияқты, тіпті барлық құрал жабдығымен дайын. Бұл үтік жүйесі, онда үтіктеуге де болады. Сосын отпарыватель дейді ғой қазір кезде. Буменен киімді іліп қойып та үтіктеуге болады. Бұның артықшылығы екі есе тез үтіктеуге болады. Судың сыйымдылығы мұнда 2-3 есе көбіректеу. Жалғауларға күштеген, бір су құйып қоясың да? Көп суға жүгіру керек емес, бір толтырып қойсаңыз көпке дейін жетеді. Сосын бұның жаңағы қуаты дейді ғой, будың қуаты өте үлкен, қалың киімдерді, жұқа киімдерді барлығын жасайды. Мынандай қалың костюмдерді үтіктеуге болады? Иә. Тек анау жаңағы жеңіл, мысалы, жібектен жасалынған жеңіл көліктерді емес, әсіресе біз мынаны қатты қиналамыз. Бұны сіз қалай үтіктейсіз, мысалы, мына үтікпен? Мынауыңыз сіздің, бұл да осыған қосылған ба? Бұл да қосылады, бұндай бір болатын да болады, мынау жеке сатылатыны. Мынау үтігі жеке, өзінің несі жеке. Байқағандай, мынау да қызып тұр, сізде? Иә. Не деген техника дамып кеткен? Мынаның үстіне жайып қойса да болады, іліп қойса да болады. Іліп қойып үтіктесе қалай болады ол сонда? Іліп қойса, оны қалай? Қазір мен ұстап тұрайын, сізде көрсетіңіз. Өте ыңғайлы екен. Әсіресе мындай костюмдарды көбінесе бүйтіп жаңағы жерге жайып қойып, жерге немесе осындай жаңағы тақтайға үтіктеу мүмкін емес. Ал мынау өзі дәл осы күйінде ілініп тұрады, Иә. Сосын бір ерекшілігі, ол қатты табаны наған жабыспайды, күйдірмейді. Сіз алыстан ұстап тұрасыз, Иә, міне қараңыз. Алыстан Ойлап тапқыштар біздің өмірімізді барынша жеңілдетудің амалын жасап жатыр. Бұл енді бір кемет нәрсе, шындап келгенде. Енді бұны сіз жай ғана буымен ғана үтіктейсіз бе, әлде қалай басқа пайдалануға болады? Бұнымен тағы да үтіктеуге болады. Қазір мынандай
Жеңіл көйлекті ме? Жеңіл көйлекті. Кейбір маталар болады ғой, сырғанап кететіні болады. Мынау досканың мына жерде регулировкасы бар, басып қойсаңыз, мынау ішіне қарай тартылады. Сонда сырғанай бермейді мата. Бұл тақтайдың өзінің бір несі бар, функциясы бар? Ерекше, оның екі функциясы бар. Жаңағы үрлеген кезін көрініс, оны да үстіне қойып, бір көтереді көйлекті жоғары. Сонда тоже оны нетпей, қатты баспай үтіктей беруге болады үстінен. Енді біз мына үтікпен қоштаса берсек болатын сияқты, мынандай үтіктермен. Енді мынандай үлгісін көргеннен кейін, меніңше мынандай үтікті ешкім пайдаланғысы келмейтін сияқты. Өйткені мына жерде бәрі жеңіл. Әсіресе костюмдерді біз үтіктеуді қиналамыз. Ал бұндай кезде енді әйелдердің өмірін мықты жеңілдетіпті негізі. Былайғы уақытта кәдімгі үтік ретінде пайдалана беруге бола ма? Кәдімгі үтік ретінде, мына жерден несін қоясыз, қандай керек, матасы бойынша, сосын үтіктей беруге болады. Бұл жалпылама кәдімгі үтік? Кәдімгі үтік. Бұның енді бір артықшылығы, жаңағыдай кезде бумен үтіктеуге болады. Костюмдерді. Сосын мынандай үтіктердің ішіне суға 300 мл болады, а бұлардікі 1,8-2 литр болады. Ішіне сыйымдылығы көп. Негізі отбасы үлкен болса, осындай үтік өте тиімді болып тұр ғой, Негізі, мысалы, мына үтіктерді біз енді неше теңгеге аламыз? Минимум енді ең арзандары сол 2000 теңгеден, 3000 теңгеден басталады ғой жайлап меніңше, 4000-5000 кете береді енді. Мына үтіктер қанша тұрады орта есеппен? Бұл әртүрлі, оның қосымша істейтін, атқаратын қызметіне байланысты әртүрлі болады үтіктер. Шамамен енді. Мысалы, мына үтігіңіз маған ұнап тұр. Шамамен оны қарасақ, бір 20 мыңнан 100 мыңға дейін жетеді. Сол аралықта, Минимум, демек, 20 мың, 30 мыңға алуға болады. Алуға болады. Әңгімеңізге көп-көп рахмет. Енді мен осы үтіктерді егер үйімізде енді көпшілігіміздің әлі осындай үтіктер ғой. Енді осы үтікті қалай тазалау керек, қалай күтіп ұстау керек. Сол туралы әңгімемізді қазір мен Гүлзатпен жалғастырғым келіп тұр. Менің қолымда да үтік, сіздің қолыңызда да үтік, менің қолымдағы үтік тазалау екен сіздікіне қарағанда. Енді біздің үйімізде үтік осындай жағдайда болса, мысалы, әртүрлі нәрселер жабысып қалуы мүмкін. Сондай кезде біз үй жағдайында қалай тазалаймыз? Арнайы қарандаш бар. Ал егер бұл қарандаш болмаған жағдайда, бұл енді бізде жаңағы тұрмыстық дүкендерде сатылады. Ал егер бұл қарандаш болмаған жағдайда, дүкенге баруға уақыт болмағанда дейсіз ғой, болмаған жағдайда тұзбен үтіктеуге болады. Тұзбен тазалауға болады. Ол үшін қағаздың бетіне тұзды себеміз. Қағаздың бетіне тұзды себеміз. Бұлай жай киім үтіктегендей үтіктей саламыз осылай. Жүріп өтеміз, Жүріп өтеміз, Үтігіміз қосылды, сосын үтігіміздің үстінен, кәдімгі қағаздың үстінен, тұздың үстінен жүріп өтеміз. Кәдімгі ас тұзы. Ас тұзы кәдімгі. Егер де мұнда қызы кетпей қиындық туындатып жатса, онда сірке қышқылымен сүртіп алуымызға болады. Егер тұрып қалған дақтары болса, сірке қышқылын жай ғана қалай? Матаға жағылып, осылай сүртіп алуға болады. Кәдімгі үйде бәріміздің бар сірке қышқылы. Әртүрлі тағамдарға қосамыз көбінесе. Сонымен тазалауымызға болады, кәдімде тазалайды екен. Жақсы. Демек, үй жағдайында егер біз анандай арнайы қарандаш табылмай жатсақ, оны тұзбен тазалаймыз. Жай ғана тұз. Немесе кәдімгідей тоңазытқышта бізде үнемі тұрады, сірке қышқылымен тазалап шығуға болады. Бұл енді біздің қыз-келіншектерімізге өте жақсы кеңес болды. Үйде тексеріп көріңіздер, егер үтіктеріңіз бұлғанып қалған болса, ластанып қалған болса, сізге көп-көп рахмет. Сонымен бағдарламамыздан әрі қарай көретіндеріңіз. Тынысыңыз тарылса не істеу қажет? Бізден пайдалы кеңес және үй жағдайында майонез жасап үйретеміз. Анамыздан алыстамаңыздар.
Мұрныңыз бітіп, демалуыңыз қиындаса, даусыңыз қырылдап, тамағыңыз іссе, иіс сезуден қалып бара жатсаңыз, бұл гаймориттің негізгі белгілері. Неміс ғалымы профессор Лангтың айтуынша, жер бетіндегі адамдардың 7%-ның ғана мұрындары сау, қалған 93%-ы